Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Аллаға шүкір, қазір сонау айшылық алыс жерлерде өсетін жемістер дастарханымыздан орын алған. Соның бірі киви. Біз кивиді жеміс деп атаймыз. Негізінде бұл жеміс емес, азық, жидектер қатарына жатады екен. Оны жаңа зеландықтар Америка құрама штатына тасымалдауды бастағанда, оның бастапқы қытайлық қарлыған деген атауын өзгертіп киви фрут деп атады. Бастапқы атауын өзгерту себебі сол кездегі салқын Қытай соғысы мен жидектерге деген бағаның қымбат болуы. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізінде кивиді қабығымен жеуге болады екен. Әсіресе испандық селекционерлер шығарған кивиньо сортын кивиньоның қабығы жұмсақ келеді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап, зарарсыздандыратын қасиеті бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып, уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ, көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитрат, нитриттардың енбеуін де қадағалайды. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларынан емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Кивидің денсаулыққа пайдасы көп. Киви дәрумендерге өте бай, тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринаттауға да пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, содан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалтқанда, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес.
Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз пен жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлері де болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін теректер. Киви жемісінің құрамындағы флавоноидтер мен каротиноидтердің онкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аудартатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіз.